құжаттар офистік бағдарлама Microsoft Word. Бұл құжат видео Microsoft Word 2024 бағдарламасын үйренуге арналған. Бұл оқулық мына жерден алынды, осы сайттың материалына сүйене отырып дайындалған болатын. Өте қарапайым деңгейде Word-ты қарастырады, өте бастауыштар үшін арналған, сондықтан мына жердегі мағлұмат өте қарапайым. Бұл жерде не қараймыз? Microsoft Word бұл мәтінді құжаттармен жұмыс істеуге арналған бағдарлама. Ол арқылы сіз әртүрлі құжаттарды, мысалы хаттар, түйіндемелер, кез келген мәтіндік файлдарды жасай аламыз. Бұл жерде бірінші интерфейсінен оқу басталынады. Бұл оқулық туралы айта кететін болсақ, Microsoft Word бағдарламасының кез келген соңғы нұсқаларының барлығына жарамды болады. Сонымен қатар Office 365 үшін де жарамды. Office 365 деген не деген сұрақ туындайтын болса, ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл Microsoft компаниясының тегін ұсынып отырған бағдарламасы. Міне жерде мысалы Microsoft 365, оны тегін алуға болады, яғни тегін байқап көруге болады. Бұл мына жерде төменде көріп отырғандарыңыздай Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Teams, Clipchamp, жалпы осы бағдарламалардың барлығын тегін пайдаланып бірнеше уақыт көруге болады. Ол үшін сізге еш нәрсе қажет емес, тек интернет керек. Одан кейін тіркелуден өтесіз. Одан соң сізде біздікіндей мынандай бір жаңағы құжаттармен жұмыс жасауға арналған Word редакторы немесе Excel барлығы болады. Енді мына жерде құжаттар былай біз енді сілтеме ретінде пайдаланайық. Осы жерде бір нәрсені ұмытып кетпеу үшін жаңағыдай қарастырып отырайық. Ең бірінші басталатыны бұл жерде Word-тың жаңағы интерфейсінен басталынады. Біз қазір онымен танысамыз. Олай болса Word ортасымен жұмысты бастайық. Қараңыздар, мен мына жерде Word бағдарламасын ашып қойдым. Бұл жерде ешқандай, яғни әр нәрсені шұқып өзіміз басып көріп үйрене берсек болады. Негіз бір жағынан дайын тұрған бағдарлама. Интерфейсі деп отырғанымыз, міне көріп отырғанымыз мына интерфейс. Жоғары жағында міне көреміз бірінші өзі жазып тұрғандай Word құжаты. Одан кейін оны автоматты сақтауға мүмкіндік береді. Бұл үшін бізге OneDrive-ты қосуымыз керек. Оған тіркеліп, жаңағыдай OneDrive деген онлайн дискіге файлдарды, құжаттарды сақтау, оны бөлісуге мүмкіндік болады. Алайда біз оны әзірге өшіре тұрайық. Бізге автосохранениені қоспай тұрайын, оны кейін қазір мына жерде сабақтардың ішінде көреміз. Одан кейін біз құжаттарда бір нәрсе өзгертетін болсақ, оны бірден мына кнопканы баса қоса салсақ, сол жерде жаңағы құжатымыз қай жерде тұрса, сол жерге сақталып қалады. Немесе үстіне келіп көретін болсам, Ctrl+S кнопкасы, қысқаша Ctrl+S-ті басатын болсам, онда құжатты тағы да бірден сақтауға мүмкіндік бар компьютерімізде. Одан кейін көретіміз настройки панель быстрого доступа дейді. Бұл жерде кейбір тез жаңағыдай мысалы құжат жасауға мүмкіндік беретін осындай быстрый доступты қосып қойсақ болады. Немесе печать жасау үшін міне әрқайсының өзінің жаңағыдай панель быстрого доступа өзінің атқаратын жұмысы бар. Енді мен қазір кішкене алға секіріп кетіп жатқаным түсінікті, алайда біз интерфейспен жалпы танысайық. Мына жерде құжатымыздың аты, ол қай жерде сақталғанын көрсетеді. Мысалы, менің қазір Word Learning деп аталынатын бұл папкіде қалтада сақталып тұр. Одан кейін соңғы Word-тың нұсқасы, бұл жерде POEX Microsoft, оны Alt-F нүктесін бассақ болады. Бұл жерде мысалы Word-қа байланысты кейбір нәрсені білмей жатсақ, біз сұрауға болады. Мысалы, нумерация қалай жасаймыз құжатта. Одан кейін құжатта номерлерді жасау мүмкіндігі. Сонымен қатар біз Microsoft Word-ты тағы да OneDrive-пен бірге онлайн жасау үшін вход жасасақ болады, регистрация жасап, ол үшін бізге Microsoft-тың учетная запись аккаунты керек. Общий доступ тағы да сол жаңағы OneDrive-пен бұлттық бөлісумен байланысты функциясы. Одан кейін мына жерде көретініміз бұл біздің лента деп аталынады. Microsoft Word-тың лентасы, немесе ағылшын тілінде ribbon. Міне, Word дәстүрлі мәзірлердің орнына қойындыға негізделген лента жүйесін қолдайды. Лента Word терезесінің жоғары бөлігінде орналасқан бірнеше қойындылардан тұрады. Главная вставка, конструктор, макет, жаңағы көрген барлығы лента деп аталынады. Оны ағылшын тілінде ribbon дейді. Одан кейін әр қойындыда өзара байланысты бірнеше командалар тобы бар. Мысалы, главная қойындысының ішінде шрифт тобы мәтінді пішімдеуге арналған командаларды қамтиды. Міне, шрифт өзі бір жаңағыдай топтамаға біріктірілген.
Одан кейін төмен жағында стрелканы басатын болсақ, бұл жерде біз қосымша параметрлерге өзгерту мүмкіндіктерін аламыз. Соның ішінде мысалы дополнительный. Енді бұл үнсіз түрде, алғашқы түрде тұрғаны әрқашан жақсы, яғни бізді қанағаттандыру мүмкін. Сондықтан көп жағдайда қосымша функцияларын керек кезде ғана өзгертеміз. Сол сияқты мысалы главная лентасының ішінде тағы да көретініміз буфер обмена, абзац, мына жерде параграф, абзацтармен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін функциялар. Одан кейін бұл жерде стиль дейді, найти, заменить, выделить дейді, надстройки, әрқайсының өзінің бір функциялары бар. Оны қазір көреміз. Одан кейін вставка, бұл да өзі белгілі бір командалар жаңағыдай бөлімшелеріне бөлінген, мысалы страницы, таблицы дейді, иллюстрации дейді, әртүрлі мысалы фигуралар, значоктар, трехмерный модельдер, диаграммалар, басқа да қосу, видео интернеттен қосу, немесе примечание, қандай да бір комментарий қалдыру, астыңғы үстіңгі коллин тул, сонымен қатар текстік поле дейді, конструкторда не істей аламыз. Тағы да осы Word құжатында қажетті жұмыстар, макеттер. Яғни бұл көріп отырғанымыз осы лентаның беретін мүмкіндігі. Оның әрқайсысын тағы да өзіміз мысалы басып, әр функцияның не істейтінін көруге болады. Одан кейін лентаны мысалы жасырып қоюға болады. Мына жерде бассаңыздар, свернуть ленту немесе Ctrl F1 кнопкасы дейді. Мен лентаны жасырып қойсам, онда біз құжатты толықтай көруге мүмкіндік аламыз. Енді қайтарып шығару үшін түсінікті, әрине кез келген лентадағы бір функцияны пәрменді басамын, одан кейін мына жерге келіп қайтадан оны бекітіп қоямын. Төмен жағында көретініміз бұл біздің құжатымыздың жалпы күй жағдайы. Соның ішінде қай парақта тұрмыз, ол жердегі сөздердің саны, бұл жерде қолданылатын тіл, ол жердегі Word'тағы жаңағы правописание дейді, ол жердегі емле мен дұрыс орфографиялық жазылуды тексеретін функциясы. Мына жерде жазылғандай қандай да бір қателер бар, соны сіз қазір тексерсеңіз болады дейді. Біз оған да келетін боламыз. Одан кейін құжаттың жаңағы режим чтения, оқу, көру функциялары, соның ішінде 3 түрлісі бар. Бұл жерде міне разметка страницы дейді, бізге қажетті ең көп жағдайда қолданылатыны. Одан кейін режим чтения, бұл жерде құжатты толықтай ашып жіберетіні түсінікті. Одан кейін мен escape кнопкасын бассам, қайтадан разметка страницаға түсемін. Одан кейін веб документ ретінде көремін. Мысалы Word'ты HTML интернетке шығаратын құжаттарды жазып, бірден форматтап жаңағыдай өзгертіп жіберсек болады. Сабақ жүруде. Одан кейін бұл жерде масштабты көреміз. Кішкене үлкейту немесе кішірейту мәселесі. Сол жағында көретініміз ары бері жылжыту жаңағы кнопкасын көреміз. Міне барлығы осы Word'тың негізгі интерфейсі осы. Ал егер енді файл деген кнопканы басатын болсам, онда мен закулисия, backstage'ге түсемін. Word'тың артқы жағына. Мына жерде міне ол жазылған құжатта. Қазір төмен қарай кішкене түсейін. Іздеуді жаңа қарастырдық. Панель быстрого доступты одан кейін қарастыруымыз керек екен. Сызғыш, линейка, осы жерге мысалы мынаны біз жаңа референс ретінде қарастырайық. Әрқайсының не мүмкіндік беретіні. Мысалы, закулисия жарайды. Мынаған біз қазір келеміз, сабақтың ар жағында мен кішкене асығысып өтіп кетпейін. Жалпы алғанда осы интерфейсіміз, негізгі интерфейсіміз осы. Енді оқып көрейік. Мысалы, жылдам қол жеткізу құралдар тақтасы бізге не береді? Панель быстрого доступа. Жылдам қол жеткізу құралдар тақтасы бұл лентаның үстіңгі жағында орналасқан шағын панель. Ол қай қойынды ашық тұрғанына қарамастан маңызды командаларға бірден қол жеткізуге мүмкіндік береді. Әдепкі бұл бойынша бұл жерде міне сақтау тұрады, одан кейін отменить немесе повторить деген тұрады. Біз сонымен қатар басқаларын қосуға мүмкіндік аламыз. Жаңа көріп кеткендей, оны көрейік міне. Панель быстрого доступа дейді. Мынаны басамын, одан кейін мысалы мен әрқашанда құжатты тез шығаратын болсам, онда быстрая печать кнопкасын басамын. Мына жерге принтердің белгішесі шықты. Оның үстінен басқаннан кейін бұл құжатты, енді әрине менде қазір принтер қосылмаған, сондықтан PDF ретінде сақтауға тырысып жатыр. Одан басқа не жасауға болады? Мысалы, жаңа құжатты жасауды көруге болсақ, немесе таблица жазуды мына жерге шығарып қойсақ болады. Оны бізге қажет болған жағдайда бұл функцияларды тез пайдалануға мүмкіндік болады. Мысалы, мен нарисовать таблицу, мына жерге қандай да бір таблицаны тез салуға мүмкіндік аламын. Енді әзірге біз ойлайық, бізге болды құжаттарды сақтау немесе отменить, повторить бізге жеткілікті. Сондықтан мен оларды қайтадан алып тастауға да мүмкіндігім бар. Мысалы, автосохранениені мүлде өшіріп тастауға болады. Бірақ ол бізге қажет болуы да мүмкін. Сондықтан осылай енді өздеріңіз жаңағыдай қажеттілігіңізге байланысты керекті функцияларды қосып қойсаңыздар болады.
Так, мен қазір мына жерде таблицаны мүлдем алып тастайын, ол маған қажет емес, сондықтан бұны жояйық. Енді келесі ары қарай не жазылған екен бізде көрейік. Сызғыш линейка бізге керек ең басты құралдардың бірі. Сызғыш бұл құжаттың жоғарғы және сол жақ шетінде орналасқан құрал. Ол мәтін, абзац және басқа элементтердің орналасуын дәл реттеуге көмектеседі. Егер экранда көбірек бос орын қажет болса, сызғышты жасыруға болады, немесе оны шығаруға болады. Біздің жағдайда қазір сызғыш шықпай тұр, сондықтан оны біз табу үшін видқа келеміз. Осы жерде отображение, линейка. Линейканы қосатын болсақ, міне біздің құжаттың сызғышы жоғары және сол жақ бөлігінде пайда болды. Одан кейін backstage көрінісі, файл қойындысы не береді екен? Оны кішкене қарастырайық. Мына жерде барлығына жазылған. Егер мен файлды басатын болсам, бұл жерде жаңа құжатты жасауға мүмкіндігім бар. Сонымен қатар менде соңғы ашылған бірнеше файлдарды көреміз. Оларды бекітіп қоюға болады, мысалы, міне закрепить деймін. Одан кейін ол менде осы жоғары жағында файлдардың ең алғашқы бөлігінде жаңа көрініп тұратын болады. Сонымен бастап жаңа құжатты жасау, немесе қандай да бір Word документін ашу. Word документті OneDrive бұлтта сақталуы мүмкін, немесе менің компьютерімде болуы мүмкін, немесе қандай да бір флешка кез келген жерде орналасуы да мүмкін. Ол бізге маңызды емес, оны ашуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар бұл жерде папкаларды қарауға болады, соңғы құжаттарды қарастыруға болады. Одан кейін бұл жерде құжат туралы ақпарат, яғни ол құжаттың размері, ол құжаттағы страницаның саны, жалпы құжат туралы ақпаратты көреміз. Ол құжат қорғалған ба, ол құжатта қандай да бір ақаулықтар бар ма, құжаттың соңғы автосақталған нүктесі, бұл құжаттың авторы, барлығы берілген. Сонымен қатар құжатты сақтау, жаңағы Ctrl+S немесе жоғары жағындағы сақтау батырмасымен бірдей, немесе құжаттың көшірмесі ретінде сохранить как дегенді бассақ болады. Және де печать, құжатты әрине басып шығару. Бұл жерде құжатты басып шығаруға байланысты көптеген параметрлерді көреміз. Құжаттарды бір бетке басып шығару, односторонная печать, бір бет немесе екі бет ретінде шығарғыңыз келе ме? Немесе енді бұл принтердің қосылғанына байланысты, егер сіздің принтеріңіз тек бір жағынан шығаратын болса, онда бір жағынан шығарасыз. Егер двусторонная печать қолдайтын болса, онда двусторонний печать жасаймыз. Сіздің жаңағы құжатыңыздың ориентациясы қалай? Книжная ориентация немесе альбомная ориентация. Қалай бағытта орналасқаны? Біздің құжаттың размері, бұл жерде стандартты A4 формат тұр, оны өзгерту мүмкіндігі де бар. Жалпы печать жасау барысында, құжатты басып шығару барысында осындай жаңағы парақшаның параметрлерін өзгертуге мүмкіндігіміз бар. Құжатты общий доступ біреулермен бөлісуге мүмкіндігіміз бар. Ол үшін тағы да Microsoft компаниясының OneDrive тіркелуіміз керек. Одан кейін құжаттың сілтемесін барлығымен жаңағы интернет қолданушылармен немесе белгілі бір қолданушымен хат жіберу арқылы немесе сілтемесін жіберу арқылы бөлісуге мүмкіндігіміз болады. Сонымен қатар файлды экспорт жасауға мүмкіндік бар. Мысалы PDF немесе XPF PS формат файл ретінде экспорттап жүрсек болады, немесе тіпті файлдың типін өзгертсек болады. Бұл жерде документтің ескі нұсқасы Word-тың, сонымен қатар обычный текст немесе веб парақша ретінде, тіпті басқа файл типі ретінде де сақтауға мүмкіндік беріледі. Немесе құжатты жабу, сонымен қатар қосымша мүмкіндіктердің ішінде бұл жерде учетная запись, Microsoft Word-тың тіркелгендігі туралы, ол жердегі жаңартулар, Word бағдарламасының жалпы нұсқасы туралы ақпаратты көреміз. Сонымен қатар параметрлер бұл жерде маңызды болуы мүмкін. Ол жерде қосымша жалпы параметрлер, правописание, язык, осы енді бұның барлығын тағы да документтің келесі бөлімдерінде қарастырамыз. Жалпы бұл жерде айтқысы келіп отырғаны мынау осы Word бағдарламасының backstage деп аталынады, закулисье немесе артқы жағы деп айтсақ болады. Бұл интерфейсінің артында тұрған нәрсе. Енді бізде не қарастырылған екен? Құжат көріністері және масштабтау, документтің құжат көрінісін қалай көреміз деген екен. Жаңа айтып кеткендей, құжаттың көрінісі мына жерде тұр, оны біз қарастырдық. Енді тапсырма, бұл жерде қандай да бір тапсырма берілген екен. Сонымен қатар OneDrive қызметін түсіну дейді. Олай болса, келесі сабақта OneDrive қызметін түсінуге тырысайық.